Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі жаһандық зерттеулер және әлем елдерінің экономикалық бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші бойынша онымен қоса жүретін рейтингі. Әлем елдерінің жаһандық бәсекеге қабілеттілік индекстерін бүкіл әлемдік экономикалық форум өзінің жыл сайынғы қорытындыларында шығарып отырады. Елімізде бәсекеге қабілеттіліктің жаһандық индексі көрсеткішін жақсарту бойынша шаралар жоспары бар. Осы шаралар жоспарындағы көрсеткіштерге жауапкершілік бірнеше мемлекеттік органдарға бекітілген, оның ішінде әділет органы да бар. Әділет органы 119 көрсеткіштің 4 индикаторы бойынша жауапты орындаушы болса, 3 индикаторы бойынша қосымша жауапты болып табылады. Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі бойынша біздің әділет министрлігі 4 индикатордың негізгі орындаушысы болып табылады. Атап айтсақ, әкімшілік реттеудегі даулау заңнаманың тиімділігі, меншік құқығы, зияткерлік меншікті қорғау және даулы мәселелерді шешудегі заңнаманың тиімділігі. Енді бұл индикаторлар бойынша біздің министр тарапынан бірқатар жұмыстар атқарылып келе жатыр. Сол жоспарлы түрде осы жақсарту, мемлекеттік қызметті оңтайландыру бағытында бірқатар шаралар қабылданды. Атап айтқанда, жылжымайтын мүлікке тіркеу саласы бойынша бірқатар құжаттар тізімнен алып тасталды. Ол техникалық паспорт және өзге де құжаттар дегендей. Сонымен 2016 жылдан бастап қазір 5 күн тіркеу мерзімі 3 күнге қысқартылды. Сонымен қатар зияткерлік саласы бойынша бізде 2017 жылы 6 қазір енді өтініш зияткерлік бойынша өтініш түскен жағдайда ғана тексеру жоспардан тыс тексеру жүргізіледі. 2017 жылы 6 өтініш түсіп, сол бойынша 4 әкімшілік 4 жоспардан тыс тексеру жүріп, 4 әкімшілік қозғалып, 38 дана контрабанд айналымнан алынып тасталды.